Дмитрий Иванович Менделеев 1834 жылдың 8 ақпанында Ресей жеріндегі Тобольск қаласында дүниеге келген. Әкесі жергілікті гимназияның директоры болып қызмет еткен. 17-ші болып дүниеге келген баланы отбасында ерекше қуанышпен қабылдады. Бірақ отбасындағы шаттық ұзаққа созылмады. Дмитрий дүниеге келген соң, көп ұзамай әкесі жер қойнына аттанып кете барды. Осыдан кейін балалардың тәрбиесімен анасының жалғыз айналысына тура келді. Менделеевтің өмірде анасы Мария Дмитриевна Корнилованың орны ерекше. 1887 жылы исследование водных растворов по удельному весу еңбегінің кіріспесінде ол былай деп жазды: "Ол зерттеуді мен анама арнайым. Сізден туылған 17-ші балаңыз арнайды. Сіз әкеңіз өлгеннен кейін завод жұмысını жасай жүріп, барлық балаларыңызды аяғына тұрғызып, асырап бақтыңыз. Оларды еңбектің қиындығына қарамай, өмірді сүюге үйреттіңіз. Тек қана еңбекке сүйенуге болатынын дәріптеп, мені ғылыми жолына бердіңіз. Бұл сіздің ең соңғы ісіңіз екен біле тұрып, махаббатпен табандылықты тек қана еңбектен табатынымды айтып кеттіңіз." Иван Павлович қайтыс болған кейін Мария Дмитриевна ұлымен Мәскеуге барады. Бірақ Мәскеу университетінде Дмитрий түсе алмайды. Өйткені ол кезде Тобольск гимназияны бітірген оқушылар тек қана Қазан университетте оқу керек деген заң болған. Менделеев содан кейін Санкт-Петербургтың медициналық академиясына құжаттарды ұсынады. Бірақ кейін одан басын тартады. Оның анасы мұғалім бол деген идея ұсынды. Солай 1853 жылы Менделеев Санкт-Петербургтың педагогикалық институтына оқуға түседі. 1853 жылы оның анасы қайтыс болады. Менделеевке бұл өте ауыр сынақ болды. Студенттердің қабілеттерін кеңейту мен дамытуға педагогикалық институтта жағдай қолайлы болды. Бұл уақытта институтта үздік профессорлар жұмыс істеген. Мысалы, математиканың академигі Стаградский, физиканың академигі Ленц, биологияның академик Брандт сабақ берген. Менделеев көп уақытын химиялық лабораторияда өткізді. Бұл лабораторияның меңгерушісі профессор Воскресенский болған. 21 жасында қорытынды емтихандарды жақсы тапсырды, ал оның дипломдық жұмысы ғылым кандидаттың диссертация ретінде бағаланды. Бұл жұмыс изоморфизм құбылыстар туралы болғандығын айтып өтілік. Болашақ ғалымы 1857 жылы Санкт-Петербург университетте приват доцент болып қызмет етеді. 1859 жылы Санкт-Петербург университетінің химия магистрі Менделеевті Германияға жібереді. Европадағы көптеген университетте барып, ол атақты ғалымдармен және олардың зертханаларымен танысады. Сол жерден ғылыми зерттеуге қажет құралдарын сатып алады. Жоспар жүргізу мақсатымен Менделеев неміс қаласы Гейдельбергте шағын пәтер сатып алады. Бұл пәтерде ол химиялық зертхана ашады. Бұл қалада ол атақты ғалымдар Бунзен және Киргоппен жұмыс істейді. 1860 жылы Менделеев халықаралық химиялық съезіне Карлсруэ қаласында қатысады. Бұл съезде итальян ғалымы Каницара химиялық элементтердің атомдық массасын анықтайтын тәсілмен таныстырады. Элементтердің дұрыс атомдық массасын білу оған периодтық жүйесі жасағанда көмектеседі.
1861 жылы Ресейге қайтып, ол 1862 жылы Феозова Никитична Ильичеваға үйленеді. Одан 3 баласы болды. Кейінірек Менделеев ажырасып кетеді. Бірақ өмірінің соңына дейін Феозова Никитична мен балаларына қамқорлық жасаған. 1869 жылдан бастап «Основы химия» кітабын жазуға кіріскен. 1861 жылдың соңына Менделеев технологиялық институтының химия профессоры болып сайланды. Технологиялық институттың зертханасында су мен спирттің ерітіндісі туралы зерттеу жұмыстарын жасап, 1865 жылы докторлық диссертациясын қорғады. 1877 жылы Менделеев қарындасының дос қызына Анна Ивановна Поповамен танысып, оған ғашық болды. 1881 жылы екеуі отбасын құрды. 1876 жылы Дмитрий Иванович ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып сайланды. Менделеев өз елінің табиғи байлығын жан-жақты пайдалануға, әсіресе мұнай өндіруге көп көңіл бөлді. Менделеев химиялық технология, физика, метеорология, экономика сияқты салалардан іргелі зерттеулер жүргізді. 1869 жылы Менделеев егер элементтердің ең жеңіл сутегінден бастап ең ауыр уранға дейін олардың атомдық салмағын өсу реті бойынша орналастырса, сол кезде белгілі болған 63 химиялық элементтің қасиеттерін периодтық түрде қайталатындығы ашты. Заң ашылған кезінде кейбір элементтердің валенттіліктері мен атомдық массалары дұрыс анықталмаған еді. Элементтердің қасиеттерін өзгеру заңдылықтары сақталғандай етіп Менделеев бериллийдің, торийдің, церийдің, индийдің тағы басқа кейбір элементтердің атомдық массаларын зерттеді. Алғашқы кестеде Менделеев әлі ашылмаған бірнеше элементтер бар екенін болжап, оларға кестеде тиісті орын қалдырып, кейбір қасиеттерін күні бұрын айтып берді. Сондай болжаған эко-алюминий, эко-бор және эко-силиций элементтері кейін ашылды. Периодтық жүйені жасауда Менделеев элементтердің атомдық массаларын негізге алумен қатар олардың қасиеттерін де ескеріп отырды. Кейбір жағдайларда кестеде элементтердің атомдық массалары өсу ретімен орналасу тәртібі бұзылғаны байқалады. Мысалы, теллурдың атомдық массасы йодтан ауыр болса да, оны йодтен бұрын қасиеттеріне ұқсас элементтердің бірге 6-шы топқа орналастырған. Француз химигі Эмиль Лекок де Бодрон 1875 жылы 24 тамызда мырыш сульфиді үлгісіндегі жаңа элементтің табылғаны туралы жазған. Жаңа элемент галлий деп аталады. Лекок анықтаған галлийдің тығыздығы 4,7 грамм сантиметр куб болған, ал Менделеевтің болжамы бойынша 5,9 грамм сантиметр куб болу керек. Менделеев Лекок де Бодронға галлийдің тығыздығы қайтадан өлшеу керек деп хат жазған. Француз химигі галлийдің тығыздығы қайтадан өлшеді. Менделеевтің көрсеткендей 5,9 грамм сантиметр куб болды. Замандастары Менделеев ашқан периодтық заңы мен оның белгісіз элементтерді болжап айтқанын ғылыми ерлік деп бағалады. 1879 жылы швед химигі Ларс Фридрих Нильсон жаңа элемент скандий ашқан. Бұл элементтің қасиеттері Менделеев болжаған экобор элементіне сәйкес келеді. 1886 жылы 26 ақпанда неміс химигі Клеменс Александр Винклер Менделеевке
жазған хатында өзінің жаңа элемент Германияда ашқанын, бұл элементтің сіз болжаған экосилициум элементіне сәйкес келетін сенетіндегі айтқан. 19 ғасырның соңғы жылдары Шотланд химигі Уильям Рамсай күн атмосферындағы 5 жаңа элемент гелий, неон, аргон, криптон, ксенонды ашты. Олар периодтық жүйесі бойынша 8-ші топ құрды. Менделеев осы топ периодтық жүйесінде болу керек деп алдын ала болжаған. 1922 жылы венгр химигі Хевеші мен голланд физигі Костер жаңа элемент графын ашқан. Сөйтіп Менделеев болжаған элементтердің толығымен ашылып, элементтердің бәрі периодтық жүйеде тиісті орын алғанынан айту қажет. Менделеевтің ғылыми идеяларын барлық елдің ғалымдары жан-жақты дамытуда. Солардың бірі Қазақстан ғылым академиясының президенті академик Қуаныш Имантаев Сәтбаев. Ол кісі Қазақстан қазба байлықтарының металлогендік картасын жасады. Қазақстан жерінде периодтық жүйесіндегі барлық элементтер кездесетін дәлелденді. Дмитрий Иванович Менделеев 1907 жылдың 2 ақпанында қайтыс болды. Оны көпшілік ақырғы сапарға шығаратын салғанда табытының алдында периодтық кестені алып жүрген. Оның құрметіне периодтық кестедегі 101-ші элемент Менделеев деп аталды. Дмитрий Иванович Менделеевтің периодтық заңы атом құрылысы туралы ілімнің дамуына зор әсер етті. Ал атом құрылысы теориясы периодтық заңының физикалық мәнін терең түсінуге жағдай жасады. Атом құрылысы теориясының даму нәтижесінде ураннан кейінгі элементтерді синтездеу мүмкін болды. Және атом энергиясын ашып, оны халық шаруашылығында пайдалану іске асырылды. Период заң химиямен байланысты басқа да ғылымдарының дамуына аса үлкен әсерін тигізді.